Қазақтар дейді, Құдайға сенеміз дейді. Құдай біздің жүрегімізде дейді да, жүрегімізде болды. Құдай сенен басқа ісі жоқ. Құдайдың артынан мешіт салып, садақа беріп, Құдайға біздің қазақтарды ешқашан құлшылық жасатпаған. Біз қазақтар Құдайға қарсы сөйлеген қазақпыз. Құдайға садақа атқан қазақпыз. Құдай деп сөйлеген, бұйрық сөйлеген қазақпыз біз. Ешқашан Құдайға құл болмаған қазақпыз. Екіншіден, біз қазақтар табиғатқа табынған қазақпыз. Табиғатқа табынамыз біз. Жылқыдан мінез, қасқырдан мінез, ағып атқан судан, үлкен дәу тастан, таудан мінез алғанбыз біз. Мынау шөптен баспа, жылқыдан, неден бәрінен мінез алған қазақпыз біз. Табиғатқа табынамыз біз. Әруаққа сиынатын қазақпыз. Әруаққа сиынамыз. Өзіміздің ата-бабамыздың әруағына сиынатын қазақпыз. Ай даладағы арабтың, сахабаның ата-бабасына ешқашан салауат айтпаған қазақпыз. Өзіміздің әруақтарымыздан сұрап, әруақтан соғысқа шығып талай жерде жаулаған қазақпыз біз. Төртіншіден, біз күнге ағынатын қазақпыз. Күнсіз өмір жоқ екенін білгенбіз біз. Білгенбіз. Ары қарай айта берейін, қазақтар бұны біз екі-ақ сөзден бөліп тастағанбыз. Толымды дейді, толымсыз дейді. Ол сөзді қазіргі заманда қолдануды қойдыңдар. Бәрін иншаллах машаллах деп қойып кеттіңдер. Қазақтар толымды деген нәрсені бүйтіп айтады. Өзің бизнес ашып, бизнесті жүргізіп, артынан жүгіріп, соны жасайтын болсаң, сол бизнестің пайдасы тиетін болса, сен оны толымды дүние деп айтқансың. Екіншіден, сен бала шағаңды өсіріп, оқытып, тоқытып, оқуға түсіріп, үйлендіріп жеткізсең, ол бала шағаның пайдасы тиетінін білгенбіз біз. Оны толымды дегенбіз, толтырамыз, толымсыз. Ол Құдай. Біз Құдайдың артынан ешқашан жүгірмегенбіз. Құдайдың артынан құлшылық жасамағанбыз, толтыра алмайсың. Өмір бақи мынау қазақтардың бәрін жинап алып, сен құлсың, Құдай деп жүгіретін болсаң, ол ешқашан толмайды. Ол қазақтар ешқашан байымайды, не дамымайды. Оны толымды дүние деген былай. Қазақтарды осы заманда табиғатпен үлестіріп, табиғатыңа қарап, бала шағаның қазақтардың бәрін оқытып, физика, химия, табиғат тану, соның бәрін оқытатын болсаң, ертең соны Қазақстанға пайдасы тиетін болады. Ол толымды дүние болады. Оқыт, университетке түсір, шетелге оқыт, тойлай, еккіз, фирма аштыр, бала шағаң оқытсаң, сонда сен Қазақстан дамиды. Сен Құдай, Алла деп, 3-4 мешіт салып қойып, каждый жұма жиналып алып, сөреге осырып намаз оқитын болсаң, Алла береді, Алла, машалла жүретін болсаң, сенің Қазақстаның ешқашан дамымайды. Сен құлсың. Сен біріншіден Алланың құлысың, екіншіден ұстаздың құлысың, үшіншіден сен имамның бұйырысың, төртіншіден сен байдың құлысың. Болды. Ал исламда бүйтіп айтады, кедей адам, жұмаққа дейді, байдан 500 жыл бұрын ерте кіреді дейді. Исламның өзі айтып тұр саған, бай болма, кедей бол. Кедей болсаң жұмаққа ерте барасың деп, қазақта бишаралық қалып келесің да сендер. Қазақта бишара болса екен деп жүр мынау. Исламның өзі сондай, бишара бола бер дейді. Құл бола бер, бишара бола бер, бәрін Алла береді деп жүре бер, саған Алла береді дейді.